Сәлем достар, мен бүгін сіздерге қамырына укроп қосып иленген асқабақ орамасын көрсететін боламын. Ол үшін алдымен укропымызды майдалап турап, суымызға жұмыртқа тұз салып, укропты салып, араластырып аламыз. Содан соң оның үстіне ұнымызды салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырымыз дайын болайын деген кезде үстіне сұйық май құйып, қайтара иін қандырып, илеп аламыз. Содан соң бетін жауып, қойып қоямыз. Сосын қамырымызды 4 бөлікке бөліп, суала жасап аламыз. Содан соң картошка пиясымызды турап аламыз. Біз 2 түрлі етіп дайындадық. Біреуіне картошка қостық, екіншісіне тек асқабақ пен пияздан жасадық. Кубиктап турап аламыз асқабағымызды. Құйрық май қосып тураймыз. Оның үстіне тұзымызды, бұрышымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қамырымызды жайып, жұқалап жайып аламыз. Оны сұйық маймен барлық жағын майлап шығамыз. Сосын салмамызды салып, орамамызды осылай дөңгелетіп орап аламыз. Мантаваркамызды майлап, мантаваркаға саламыз. Содан соң 40-45 минут отта пісіріп аламыз. Орамамыз дайын, дәмі өте керемет болды. Сіздер де жасап көріңіздер.